Бәріне сәлем. Қазір тағына кубик Рубик қатты дамыған. Солардың ішінен ең маңыздысы және ең алғашқысы ол әрине 3/3 кубик Рубик. Бұл кубикті жинай алмаған адам ешқандай да кубик жинай алмайды. Жалпы кубик Рубикке келетін болсақ, кубик Рубикте 6 центр, 12 қабырға және 8 бұрыш болады. Бүгін біз кубик Рубикті жинап үйренетін боламыз. Кубикті жинамас бұрын біз алдымен шашып алайық. Мен шашып алдым. Енді біз кез келген бір центрді таңдап алайық. Мысалы ақ түс. Біз кубик жинау барысында ең алдымен таңдаған центрімізге крес жинауымыз керек. Мысалы былай. Осындай крес жинауымыз керек. Мен қазір үйрететін боламын. Ең алдымен біз ақ түсті жоғары қаратамыз. Қаратып ұстаймыз. Және астында қабырғаларға қараймыз. Сол жерден ақ түсті қабырғалар табамыз. Біреу тұр. Оны орнына әкелу өте оңай. Бұлай әкеле салады. Енді тағы да іздейміз. Мында тағы да бар. Оны да орнына әкеле саламыз. Іздейміз. Жоқ. Мында енді екі жоғары жағын немесе төменгі жағын көреміз. Мында да жоқ. Енді астын көреміз. Астында бар. Оны бұлай әкелеміз. Бірақ мынау кетіп қалды. Сол үшін біз мына шетке босатуымыз керек. Ол үшін біз мына шетке айналдырсақ, ол жер босайды. Енді айналдырамыз. Тағы да көрсететін болайын. Мысалы міне ақ түсті жоғары қарап ұстаймыз. Іздейміз. Бар. Көтереміз. Іздейміз. Жоқ. Енді екі жоғары жақ немесе төменгі жағын көреміз. Бұл жерде төбеге апару үшін біз бір рет айналдырып жібере саламыз. Сонда екі шеті мына жерге түседі. Бұл жерден көтереміз. Бір айналдырып жіберіп, тағы да көтереміз. Енді біз кресімізді жинап болдық. Енді біз шеттерін келтіруіміз керек. Ол үшін біз алдымен бұлай айналдырып көреміз. Екі түс келді. Тағы да айналдырып көреміз. Келген жоқ. Бізге ең кем дегенде екі түс келеді. Төртеу де келуі мүмкін. Кем дегенде екі түс келеді. Енді біз екі түсті тауып аламыз. Өзімізге қаратып қоямыз. Сосын сіздерге бір формула үйретейін деп жатырмын. Ол формула Big Buff деп аталады. Ол қалай болады десек, ол оң қол жағымызды ұстаймыз. Төбеге көтереміз. Сол жағы төменге түсіреміз. Оң жағы. Осы Big Buff. Енді бізге мына қалған екі шетін келтіру үшін сол формула көмектеседі. Ол үшін біз келіп тұрған екі шетін өзімізге қаратып ұстаймыз. Bir жағы сол жақта, бір жағы өзіміз жақта. Енді осы жерге Big Buff жасаймыз. 1, 2, 3, 4. Сосын төбеге көтереміз. Сол кезде біздегі бәрі орнына келеді. Бірақ тағы да бір жағдай болуы мүмкін. Екі шеті келетін жағдай болуы мүмкін. Ол кезде біз сол жақты төменге түсіреміз.
жоғары жағын екі рет айналдырамыз. Сосын қайтадан екі жағын төмен жоғары көтереміз. Сосын тағы да екі рет айналдырамыз. Сол кезде барлық шеттері шығады. Бүгін біз осы жерге дейін үйрендік. Қалған бөлімдерді жібермеу үшін арнаға тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.